Ассалаумағалейкум құрметті қауым. Қазіргі таңда тоғызмақ ойын каналы жаңа деңгейге өтейінде жатыр. Яғни жасанды интеллектті барынша қолданып, әртүрлі қызықты жобалармен жұмыс жасайын деп жатырмын. Яғни қазіргі таңда ChatGPT әртүрлі қызықты суретті сала алады. Яғни мен өзім қазір ұсынатын бұл тоғызмақпен байланыстырып бір қысқа метражды мультик түсіру. Яғни осындай анимациялық мультиктер, яғни мындай қарыш тоғызмақтың тақтасы ерекше қылдырып жеткізгім келіп тұр да, яғни арасында бір сиқыр қосып. Бұл жобаның негізі түп мақсатын түсіндірсем, бұл жерде мынау персонаждың аты Ұлан. Ұлан ол Астанада оқитын 9 жасар бала, және ол сол жерде тоғызмақтың үйірмесіне қатысады. Тоғызмақтың үйірмесіне қатысқаннан кейін ол бала одан кейін үйірмеден кейін дрондармен достарымен бірге дрон жарысын ұйымдастырып ойнайды екен. Енді кешке таман осы тамақ ішкеннен кейін ол игра Эндера деген киноны көреді. Сол кинода, яғни космоста дрондардың соғысын көріп, соны қызығып, соған таңғалады. Кешке ол өзінің әкесімен бірге тоғызмақ ойнайды. Міне тоғызмақты жалпы салу өте қиынға соққан. Бір жерде мысалы варианттар былай істейді, кейбір жерлері варианттар осылай жасайды. Ең жақсысы мына бір вариант, бала ойнап жатқан, әлде қайда дұрыс салды осы жерде. Байқасаңыздар, тоғызмақты әртүрлі варианттармен жеткізеді бізге ChatGPT. Оны сондай қиындықтар осы жерде бар енді. Міне мысалы осы вариантта тоғызмақ енді әлде қайда дұрыс шықты. 9 отау 2 қазан. Көптеген жерлері байқасаңыздар тақтаның түпнұсқасы қате шықты. Енді жалпы сценарийіне келетін болсақ, енді ол бала осы тоғызмақты қалай мен фантастикпен байланыстырдым. Ұлан осы әкесімен ойнаған кейін әкесі тоғызмақ ойынның қаншалықты стратегиялық маңызды екенін түсіндірген. Яғни ол ойынды ойнағанда әртүрлі жоспарға қойып, өте ұқыпты ойнау керек екенін түсіндірді ол. Содан кейін Ұлан ұйқыға батқан кезде ол бір қызықты түске түсінде осы тоғызмақ тақтасы ортасы кәдімгідей жанып сиқырлы болып кетеді. Яғни содан кейін ол бір әлемге түсіп кетеді. Яғни ол галактикада осындай құбыжықпен, яғни ол құбыжық не сияқты, 8 аяқ сияқты құбыжық болады. Яғни ол да анау игра Эндер сияқты, анау игра Эндерде мысалы егер не болса, жукерлар болса, яғни жәндіктер. Бұл жерде мен мысалы 8 аяқтарды ұсынамын. Неге 8 аяқ десеңіздер, өйткені 8 аяқ, яғни ғалымдардың болжам бойынша оларда өте ақылды, және де оларда адам сияқты қолына бірдеңе ұстап, бірдеңе жасай алады. Неге сондай мүмкіндік бар? Мысалы тарақандардың да мысалы қаншама қолдары бар, оларда көптеген нәрсе жасай алады. Яғни сол жалпы түпнұсқасы бұл ойын, осы анимацияның, ол ұйықтап белгі бір әлемге түседі. Сол әлемде ол осы қарсылыққа қарсы дрондармен соғысады. Яғни Ұлан дрондары және кімнің осы 8 аяқтың дрондары бірге қарсы соғысы жайында түсірілетін болады. Және де ол соған параллельді тоғызмақ ойнап,
тоғызмақта, яғни ол ойнап бір жағынан екінші жағынан қарсы шайқасты елестетіп отырады ол. Яғни соған бір келтіріп көретін ойын бар да жалпы. Яғни міне осындай бір деңгейге жетсек, оған енді ешқашан менде тәжірибе болған жоқ. Бірақ жалпы қызық жасауға тырысамын енді. Мынау жерде мысалы төмен жақтарда тағы да картиналар болды. Мысалы бұл жерлерде яғни қараңдар, мысалы ол жүріп мынау тоғызмаққа басып қалғанда ол сол сиқырлы әлемге түсіп қалады деген, яғни ұйықтап бара жатқанда, яғни магические врата и старинная игра деп жалпы өте қызықты жеткізді. Сондай анимациялық қысқа метражды мультиктер түсіріп көрсек, жалпы мына тоғызмақтың деңгейін өте жаңа деңгейге жеткізуге болады. Яғни тоғызмақ әлі киноларда өте тығыз әлі байланыс болған жоқ. Ешқандай мультикте тығыз байланыс болған жоқ. Мысалы ерте түсікте сәл ғана бірнеше секундтық эпизод болды. Алмас қылыш киносында да сәл ғана эпизод болды. Бірақ тоғызмақ кәдімгідей осы бір киноның негізгі рөл атқаратындай ол әлі болған жоқ. Соны мен қазір мақсатым жеткізу. Яғни тоғызмақты кәдімгідей осы қызық қып, яғни байланыстырып, және оған қосса дрондарды қосып, және минипланеттерді қосып, сол бәрін алмастырып жеткізіп көрсек, кәдімгі фантастикамен. Яғни бұл жанр, яғни реалистичный фантастикалық дейді, яғни кәдімгі өмірмен және фантастикалық өмірмен байланыс. Яғни бұл жерде әртүрлі варианттар келтіруге тырысқан. Бұл жақта қазанды алып екіге бөліп салды. Мына вариантта мысалы тоғызмақты негізін түпнұсқасын жасау, бірақ қазан тепе-тең жасалған жоқ енді. Сол ChatGPT-ді негізі дұрыс алғызу өте қиынға соғады. Егер мысалы ертеңгі кезде мысалы тақтамыз бір жерде дұрыс емес шықпай қалса, енді оған айып етпеңіздер. Өйткені сол жасанды интеллекттің салғаны. Енді және көрсеткендей ол не былай салады, қазансыз алты отаулық не бес емшеге келтіріп қалады. Не мысалы бұл жақта 9 отау болды, бірақ қазанда болмай қалады. Мына жерде мысалы өте қызықты салынды. Қазандары сиқырлы, кәдімгі сиқырлы тақтамен ойнаған сияқты қылып келтіріп жатыр. Жалпы мен сол енді алдағы уақытта мүмкін 2 айда, мүмкін 3 айда, мүмкін жақын арада осындай жоба дайын болады. Және тағы да айта кетейін, ертең мысалы осындай тақта байқап қалсаңыздар, айып етпеңіздер. Өйткені бұл жасанды интеллектте салынған картиналар, яғни бұл осылай әртүрлі қылып маған жеткізеді. Қалыңдар, қош, сау болыңыздар.